Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздерге тапсырыс берген затымның жаңағы брак болып келсе, немесе затыңыз келмей қалса, каргода жоғалып кетсе, немесе сатушы 2 дана заттың біреуін ғана берген болса, сіз қалай жалпы жасай аласыз және де қалай возврат ақшаңызды қайтара аласыз. Соны көрсеткім келіп тұр. Алдыңғы видеода возврат 15 минут 2 сағат аралығында ғана ақша қайтару жолын көрсеткен болатын. Тапсырыс бергеннен кейін 2 сағат ішінде отказ жасауыңызға болады. Ал мына жолымен затыңыз келіп көргеннен кейін брак болып қалса, келмей қалған болса, 10 күн болсын, 20 күн болсын, затыңыз келгеннен кейін қалай жаңағы жалпы жасап қайтадан ақшаңызды қайтарып алуды көрсетемін. Менде сондай жағдай болды. Міне мен тапсырыс берген заттарым ішінде мына көйлек 2 дана тапсырыс берген, біреу ғана келген болатын. Соған кіреміз және де мына жерде ассистенттің суреті тұрады, соған батырмасын басамыз және де осы жерде пропустить етеміз. Соңында міне екіншісінен санағанда екіншісін басамыз, тағы да екіншісін басамыз. Міне мына жерде сізге шығады қандай неңіз бар, сізге қандай жалпы жасай аласыз. Мына жерге птичка қоямыз, неше дана тапсырыс бердіңіз соны жазасыз. Мына жерге брак болса суретін шығаруыңызға болады библиотекадан. Сосын мына жерде астына өзіңіздің түркше жазасыз сатушыға. Менің затым келмей қалды, немесе жыртық болып келді, немесе 2 дана біреу ғана келді деп мен осылай жазған болатын түркше. мына жерге аудармасымен аударып аласыздар егер де білмесеңіздер. Сосын мына сары батырманы басасыз, болды. Сіздің неңізді көріп, хатыңызды көріп, дереу сізге жауап береді. Жауап келген жауапты мына жерден көре аласыз. Сосын мына жерге тағы да птичкалерді қойып, өзіңізге ұнаған жаңағы ассистенттің жауабына қанағаттансаңыз 5 жұлдыз, 4 жұлдыз қойып, астына комментарий жазуыңызға болады. Солай. Және де осыны жазып болғаннан кейін сізге хат қай жерге келеді. Барлығынан шықсаңыз, міне шығасыз. Мына жерде қоңырау тұр оң жағында жоғарыда. Сол жерде сіздің барлық хаттарыңыз келіп тұр. Мысалға, мен сол көйлекті 2 дана берген, біреу ғана қайтып келді, біреу жоғалып кетті сол күйі. Міне соны мына жерде маған жазды. Осы жерде барлық сұрақтарға жауаптарыңыз жазылып тұрады. Барлық сұрақтарыңыз міне маған осындай жауап келді. Міне сіздің карточкаңызға ақша төлемді аудардық, 2-3 күннен кейін түсетін болады деп. Тапсырыс бергеннен кейін 2 айдан кейін осылай ақшамды қайтарып алдым. Себебі күттім, сатым келмеді. Содан кейін осылай хат жазып ақшамды қайтарып алған болатын. Сіздер де солай жасап көріңіздер. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Каналыма тіркеліп, келесі видеомды күтіңіздер.